саяси бұл үкіметтердің өзі өздеріне қолдан жасап жатыр барлығын. Өздеріне қолдан жасап жатыр. Былай ашық сұхбат бермейді, бірнәрсе болса жауып тастайды. Сосын барлық жерде көбінесе өтірік мәлімдемелер береді, алдап үкіметті, халықты алдап. Сосын бірінші очередь burada тексерілу бабы деген жоқ үкіметте, бір-біріне деген. Әркім өзінің ойында келген жұмыс істеп жатыр. Сол себептен бірде болмаса бірде бұның аяғы жақсылықпен бітпейді. Ешқандай өзгеріс болған жоқ Қазақстанда. Наоборот, хуже болып бара жатырмыз. Осыншама байлықпен, екіншіден барып жұмыс істесе ақшасын аламайды халықтар. Даже строительстволар неге бізге қазақтар барып стройкада жұмыс істемейді? Қазір неге Англияға неге кетіп жатыр? Әділет бар деп айта алмаймын. Мен де милицияларда әділет сәл болуы мүмкін деп ойлаймын өз басыммен. Бірақ олар қанша дегенмен жоғары жақтан звонок келсе, олар халықты емес жоғары жақтан айтқанын істейтін, ол міндетті түрде солай. Қалада енді 2 жыл көлемінде өзгерістер әрине болып жатыр. Құрылыс нелері салынып жатыр. Мына біздің облыс әкімінің несіменен қолдауымен аэропортымыз салынып жатыр, орталығымыз көркейіп жатыр, енді көріп жүрген жарыстар. Келген сайын өзгерістер бар енді. Тазалық бізде біріншіден қаланың жағдайы жақсы. Сосын аяқ су жоқ бізде. Аяқ су болса, қалғанын бері шүкір әкімге де мыңда бір алғыс, рахмет. Освещениеміз бар, асфальтымыз жақсы. Қанша облыстарға қарағанда біздің Қызылорданың несі деген өте жақсы. Өзгеріс бар, жақсы. Қаламыз өркендеп жатыр. Аймақ басшымыз бар күшін жалып жұмыс жасап жатыр. Айлықты қосымдар халықтың жағдайын жасайық деп жатыр. Шүкір жасап жатыр. Қызылорданың көңіл күйі, халықтың жағдайы жақсы. Сүріп жатырмыз ғой, бірақ мына жерде дақ қалды. Үлкен дақ қалды көңілімде. Бұл енді қалай жап-жас балалар ғой. Айтып отырмға 25, 30, 35 жап-жас балалар деді. Солың бәрін үйіп, бірінің үстінен бірін үйіп тастап отыр. Сол істі көріп, сол істі естіп, көзімді көріп отырғаннан кейін мен мына жерімде әлі күнге шейін, мына билікке деген соншама бір сенімсіз көзбен қараймын. Қазір күнге шейін қараймын. Мен өзім ойлайтыным, ол жаңасы да, ескісі де бәрі бірдей сияқты қазір. Баяғы әлгі коррупция сол күйінше тұр. Бұл менің тіке ойым. Өзім көзқарасым осындай. За 2 года изменилось, цены поднялись, жилищные условия, все это поднялось. А в людском отношении, как оно было, так оно и есть. У нас нету. Ну, я, допустим, осетин, он русский. Вот, ребята, казахи, мы все дружно живем. И у нас нету ничего такого. Енді Тоқаев мырза саясатты жөндеп жүргізбесе, халықтың әлеуметтік жағдайын көтермесе, 2 қаңтар болуы мүмкін. Оған ешкім кепілдік бере алмайды, что болмайды деп. Халық мал емес қой, қой емес қой. Олар да адам құсап өмір сүргісі келеді, жұмыс істегісі келеді. Ол халық террорист, жаңа не дейді, анау мынау деген, халық жалқау дегенді қою керек. Халыққа жұмыс берсін өкімет. Халық істейді. Америкаға, Кореяға кетіп жатыр олар. Мысалы, жұмыс жоқ. Президентіміз айтты ғой, жаңа Қазақстан деді. Жаңа Қазақстан құрылған жоқ. Әшейін сөзбен айтып жеткізді, қарапайым сөзбен заңға енгізіп қойған шығар. Ол заң тек қана өздеріне ғана пайдасын өздері ғана көріп жатыр ол заңды. Қарапайым халық ол заңды көріп жатқан жоқ. Шынымен де бұрын политикаға араласпағанбыз ғой, мынау қарапайым халық қаңтардан кейін шындығын айтқанда қатты көзімізді ашты. Ал мынау үкіметке келетін болса, мен көзқарасым, бізді қорғайтын бізді ешкім жоқ екен. Үкімет біз үшін басын алып қашап, біз үшін алға тұрып, біз үшін сөзді халық үшін сөйлей алмайтынына менің көзім жетті. Мне кажется, особо изменений нету. И, по-моему, даже еще хуже стало. Все дорожает, жизнь дорожает. Рано или поздно это выльется еще в очень грандиозные события. Так продолжаться не может. Ни заводов, ни фабрики, абсолютно, ни рабочих мест. Это что за правительство? Абсолютно я в шоке. Такого в жизни никогда не было. Народ так, сам по себе.